Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам құрмалар сайында Құран оқиды. Осы Құранды Раббысына құлшылық жасап әдеттегі тахаджуды бар. Сөйтіп Құран оқып тұрған кезде ол кісі білмейді, бір топ жын келеді. Бір топ жын келеді. Ахқаф сүресінде Алла Тағала айтады: "Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Ва из сарафна илейка нафаран минал джинни." Сол бір кезде сен сол сайда Құран оқып тұрған кезіңде біз кетіп бара жатқан бір жындарды саған қарай бұрған едік дейді. Жындар дегенде бұл іштеріндегі ең зиялылар екен өзі. Мықтылары, ақыл істеп тұрған. Соларды саған қарай бұрдық дейді. Ата таңдап отыр ғой, көрдің бе? Олардың ішінен де таңдайды. Кімді әкеледі? Сөйтіп сол жерге келіп, күллісі жаңа Құранды тыңдайды. Ястамиғунал Құр'ана. Сол бір кезде мен соларды бұрып саған қарай алып келдім де, олар Құранды тыңдап тұрды дейді. Құран тыңдап отыр. Сөйтіп келген бетте бір топ жын фаламма хадаруху, сенің қасыңа келгені сол еді, сенің даусың естілген бетте анситу, тыныш үндемеңдер, ешкім үндемесін, күллісі тыңдап отыр. Фаламма қудия, сен Құранды оқып болған кезде валлау иля қаумихи мунзирин, өздерінің ауылдарына, өз халқына барып ескертуші болып кетті дейді сен сияқты. Сөйтіп қауымына келеді да: "Я қаумана", қараңыз қандай жылдам иман. Пайғамбарымыз білмейді бұны. Таифтағылар иман келтірмей жатыр. Жындар иман келтіріп отыр. Пайғамбарымыз саллаллаху адамзатқа да жынға да жіберілген. Сонда бұны кейін Алла Тағала түсіріп пайғамбарымызға білдіртіп отыр ғой. Сонда қауымына келеді да: "Я қаумана, инна сами'на китабан", расында біз сондай кітапты естідік. Унзиля мин баъди Муса, олар бұған дейін Мұса пайғамбарға сеніп жүрген екен. Мұсаға түскен Тәураттан кейін түскен кітап екен. Мусаддиқан лима байна ядайхи, анау аяттардың ішінде оқылғанда Тәуратты да, Інжілді де растап, керемет ғажайып Құран екен. Яхди иля тариқи мустақим, түзу жолға қарай бастайды екен. Я қаумана, ей қауымымыз, қауымын айтып жатыр. Ажибу дағи Аллах, Алланың насихатшысына жауап беріңдер. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи елшіге жауап беріңдер. Ва амину бихи, сеніңдер Мұхаммедке саллаллаху алейхи вассалам елші екендігіне, Құранына. Яхфир лакум мин зунубикум, сонда Алла Тағала сендердің күнәларыңды кешіріп жібереді. Ва юджиркум мин азабин алим, қиналатын азаптан бір жола құтқарады дейді. Онда не нәрсе азаптан құтқаратын, не нәрсе күнәнің кешірілуіне себеп болатын? Иман. Алланың елшісіне, Құранға иман келтірмей, күнә деген нәрсе жиналып ақыретке үлкен жаңа салмақ болып келетін нәрсе екен да. Содан кейін ол жерде ол күнәдан да, тозақтан да құтқаратын нәрсе болмай қалады. Джин сүресінде айтады: "Инна қул", айт оларға, хабар келгеннен кейін енді адамдарға да айт: "Қул ухия илайя аннаху стамаға нафару минал джинни", маған бір топ жындар келіп Құран тыңдады. "Фақалу инна сами'на Құр'анан аджаба", біз деген керемет ғажап Құранды тыңдап қайттық. "Яхди иля рушди", ақыл, сана, таза нәрсеге қарай бастайды екен, тура жолға қарай, түзу жолға қарай бастайтын Құран екен да. "Фааманна", біз иман келтірдік. Ей қауым, біз иман келтірдік. "Валан нушрика би роббина ахада", өздеріндегі болған дертті сөзде баяндайды. Енді Алла Тағалаға ешқашан ешкімді серік қоспаймыз. Алланы дұрыс танымаппыз ғой біз, туысқанымыз деп ойлаппыз оны. Өйткені шайтан солай үйреткен. Көрдіңіз бе? "Ва аннаху тағала жадду роббина", ол деген Тағала үлкен, дәрежесі зор екен ғой. "Маттахоза сахибата валада", біз ойлағандай емес, ешқандай жары да жоқ, ешқандай баласы да жоқ екен ғой. "Ва аннаху кана яқулу сафихуна алаллахи шатата", анау ақымағымыз деп іблис айтып отыр. Анау ақымағымыз Алла жайында неше түрлі шатыпты ғой. "Ва анна зонанна аллан тақулал инсу вал джинну алаллахи казиба", біз дейді осы күнге дейін өмір сүріп келіп, адам да, жын да енді өтірік айтса айтатын шығар, бірақ Алланың атынан өтірік сөйлейді деп ешқашан ойламаппыз дейді. Міне осылайша жынның әлемінде насихат басталды, Құран насихаты. Арасында олар пайғамбарымыз саллаллаху кейін келіп тұрады, үкімдерді үйренеді, шариғат, халал харамдарын үйреніп болады, не жеуге болады, қалай болады түгел нәрселерді. Пайғамбарымыз оларға да керек нәрселерін үйретіп, арнайы кездесулері болғанда.